Мысалы сен, Сіз осыны бір айтып берсеңіз ашықтап. мысалы сіз ораза ұстайсыз, құлшылық деп ойлайсыз. Мысалы намаз оқисыз, құлшылық деп ойлайсыз, ал пайғамбар айтады, сен ораза ұстасаң дейді, өзің үшін ұстайсың. Өзің үшін ғана. Ешкімге пайдаң болмайды дейді. Өзің жеке басың қамың үшін ғана ұстайсың. Ал бір сағат Енді өлмен айналсаң, көпшілікке пайда тиеді дейді. Сонда құлшылық деген не? Құлшылық дегеніміз тек қана намаз оқу, ораза ұстау емес. Көрдіңіз, бұл жерде де біз мүлт кетіп жатырмыз. Бұл жерде де біз нақты айта алмай жатырмыз. құлшылықтың бір қатары ғой енді. Мен барлығын бір эфирде айта алмаймыз ғой енді. Түрі ғой, мен жаңа айттым ғой. Ал құлшылық деген не? Құлшылық деген дейді, ол Алланың хикметін сіз деп отыр ғой. Алланың хикметі деген не? Мынау Алла тағала мына дүниені жаратты хикметпен, жасырын сырлармен, Мысалы, Европа неге бізден алға кетіп қалды? Өйткені олар Алланың хикметін ашып отыр да. Радийдің, микробиология, нейробиология. Кетіп қалды. Біз қайда? Олардың артында қалдық. Сөйтсіз ба? Біз олардың, абайды ғой, біз олардың дейді, құлы болуға да жарамаймыз. Өйткені біз ғылымнан артында қалып қойдық. Біз ораза деймін, жақсы ұста оразаң, бірақ пайғамбардың хадис бар ғой, 30 күн ораза ұстасаң өзің үшін ғана. Бір сағат ғылыммен айналсаң, пайдан көпке тиеді дейді. Бір сағат ғылыммен айналысу 60 жылдық ғибадатқа тең дейді. Бар ма сонда хадис? Мынандай мәселе ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Екеуі де абзал нәрсе ғой. Бірақ таразының шетінен естіген кезде қоғамға, халыққа, елге, жұртқа пайдалысы ғылым. Ораза ұстасаң өзің үшін ғана. Өзің үшін дегенде ол Алланың алдындағы сол парызынан құтыласың деген мағынада ғой енді. Өзің үшін. Ал Алла тағала сен ораза ұстадың деп сені жақсы көру, ол Алла біледі, бірақ Алла айтады: "Хайрун нас мен янфағун нас". Хадис бар сонда. Хайрун нас мен янфағун нас. Адамның хайырлысы дейді, адамдарға пайдалы болған дейді. Ал адамдарға пайдалы болу үшін ғалым болу керек. Дүниенің ғылымын меңгеру. Мысалы, мына қазір біз отырмыз, міне Стив Джобстың ойлап тапқан смартфонымен тікелей эфирде отырмыз. Солай. Ал егер бұл ғылым болмаса, біз сізбен тілдесе алар ма едік? Тілдесе алмаймыз. Кім айтады ғой, Ыбырай Алтынсарин, біз надан болып дейді. Надан біз. Енді мынау сақал қоямыз ғой, сізде де сақал бар, мысалы, менде сақал жоқ. Абай хакімнен не істедің ғой, шәкәрім деген секілді. Ыбырай Алтынсарин ше, жаңағы имамдар деген кітап жазды ғой, Ыбырай Алтынсарин. Дінді керемет білген Ыбырай Алтынсарин ше, медреседе оқыған. Сол айтады ғой, біз надан болып өсірдік дейді, иектегі сақалды. Мына иектегі сақал дейді, надандықтың белгісі деп отыр Ыбырай Алтынсарин. Өзі сол, өзінде сақалы бар, бірақ соған қарамастан өзі намаз оқиды, ораза оқиды. Үлкен ойшыл адамдар ғой енді, тікелей мағынада түсінуге болмайды. Соны айтады, біз надан болып өсірдік иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақал дейді. Сонда өнер деген сөз, біз ойлаймыз, сақал қойдық па, біз жаңағыдай көрікті болып шыға келеміз дейді. Сонда сенде шатастырмаңдар дейді. Сақал ол жүздің ғана көркі дейді, жүздің көркі. Қазақ айтады, сөздің көркі мақал, жүздің көркі сақал дейді. Ал жігіттің өнері дейді. Жігіт деген кім? Кемелденген жан. Жігіт қазақ, кемелденген адамды қазақ жігіт дейді. Еркек ұрғашысына қарамайды. Жігіт екен дейді. Қыз балаға жігіт болып қапты ғой. Өскен, кемелденген. Жігіттің көркіне өнер дейді. Өнер, парсы тіліне аударғанда өнер, білім. Кім айтқан ғой? Ахмет Яссауидің шәкірті Ахмет Юнуки Ақиқат Сый кітабында. Білімсіз адам дейді. Білімсіз адам. Майы жоқ жілік сияқты дейді. Сонда айтады Ахмет Юнуки Ақиқат Сый кітабында. Білімді әйел, ұрғашы, ер, білімсіз еркек қатын дейді. Сонда қазір кезде құлшылық деген не? Құлшылық дегеніміз Алланың құлы болу. Алла жаратушы ғой. Алла жаратушы, дұрыс па? Ол жоқтан бар деп отыр. Енді сен Алланың құлы болу үшін сен де жаратушыға айналуың керек деп отыр пайғамбарымыз. Сонда ғана сен адамдарға пайдалы боласың. Бір нәрсені жарат, технология жарат. Күні түн намаз оқып, ораза ұстап, мына дүние жалған деп тек қана ақиретті ойлай берме дейді. Бұл дүниені де қамын ойлайды. Неге? Өйткені сен Абай айтады, бәріміз
жаңағыдай тек қана ақиретті ойлайтын болсақ дейді, малды кім бағады, оразан жаңағы жауды кім тоқтатады дейді, егінді кім егеді дейді. Онда біз кәпірлерге жем болып кету қаупіміз бар дейді. Шын мәнінде біз қазір кәпірлерге жем болмаймыз. Неге? Өйткені дүниенің ғылымын меңгермедік. Біз Алланың хикметін сезбедік. Алланың хикметі жасырын тұр. Сол Алланың хикметін ашқан адамдар ілгері кетті. Ана Илон Маск деген өнертапқыш бар, мысалы, Алланың хикметін ашқаны сондай, қазір анау ғарыштағы спутниктерді ұшырып қайта қондыратын деңгейге жетті. Марсқа адамдарды көшіреміз, Марсқа адам өмір сүруіне қолайлы жағдай жасаймын деп жатыр. Кеше Украинада соғыс болған кезде Украинаға жеке меншік интернет орнатып берді. Украинаның аспанындағы бүкіл Google, Microsoft компаниялары кез келген Ресейдің басқыншылардың самолетін қағып түсіретіндей программа жасап қойды. Алланың хикметі деп осыны айтамыз. А біз Алланың хикметінен махрұм қалған